баһадүрлерін еске алғанда ең алдымен Шақшан Жәнібектің есімі тілімізге оралады. Қазақтан шыққан тұңғыш Тарханның туғанына биыл 330 жыл. Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен әрі би, әрі батыр тұлғаға арналған Тархан баба күйін қабыл алыңыздар. Авторы композитор Айтбай Мұздаханов. Жеке домбырада орындайтын республикалық байқаулардың лауреаты Данияр Рысбеков. Әрқайсының басында 10 баса, 100 баса, 1000 басылар тұрды. Мергендердің арнайы жасағы құрылып, 1000 басы мергендер жасағын әйгілі Кейкі батыр басқарғаны белгілі. Шолпан Қорғанбектің сүйікті туындысы Кейкі батыр. Байта отанымызды айрықша шабытпен жырға қосты. Еліміздің кеңдігі мен еңбектегі ерлігін бейнелейтін сондай туындылардың бірі Ғарифолла Құрманғалиевтің «Сәлем Қазақстан» әні. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Сахнада филармония солисі, республикалық конкурстардың лауреаты Айжан Санай.